салауат айтқан кезде, сіздер ойламаңыздар, сауапты алып жатырмын деп. Жоқ. Біз көрмейтін қасымызда әлем бар. Мына көзіміз көрмейді оны. Ол әлемді көретінде көзілдірік болса, салауаттың сырын көресіздер. Салауат айтып отырған пенденің аузынан сілекей шығады. Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад деп айта берсеңіз, аузыңыздан сілекей шығады. Сол сілекей не болды? Білесіздер ме? Ол сілекей толған нұр дейді. Сосын соны жұтып жіберсең дейді. Не істейді? Денеңдегі су бар, сол суға араласады. Сосын тұла бойың не істейді? Нұрланады. Әр клетка. Адамның бойында 2 минут сайын өліп, 2 секундта ең аз мерзім бар, қателеспесем 2 минут сайын болу керек, клетка өліп, сол сәтте тіріледі. Сол себепті Құран тағала не деп айтты? Юхи ва юмит. Тірілтеді, өлтіреді. Сен бір сәтте өлесің, бір сәтте тірілесің. Бір клетка өледі, сол сәтте жаңасы пайда болады. Сонда ойлаңыз, сол клеткалардың барлығы нұрланады. Сенің анау теріңнен шығып тұрған мына қыл деп жатады, бір жерлерде жүн деп жатады, бір жерлерде шаш деп жатады, қалай болса да мына шығып тұрған Алла жаратқанына, нәрсенің барлығы нұрланады. Егер адамды терісін бет сыдырып алып қалса, сосын бағанағы көретін көзілдірік болса дейді, адамның бойы бет нұр болып тұрады дейді. Неге? Бағанағы сілекейді жұтқандықтан. Салауат айтып отырған кезде мына ауа өзгереді екен. Ол ауаны жұтқан адам тағы нұрланады. Оған дәлел айтайын. Осы отырыста, немесе басқа отырыстарда, өңкей өсекші отырсыншы, өңкей күнәһар отырсын. Ауа өзгере ме, өзгермей ме? Ауа өзгереді деген. Тура сол сияқты. Пайғамбарымыздың есімін айтқан кезде ауаның өзі өзгереді деген. Енді сол ауаны кім жұтады? Тұла бойы өзгереді деген. Демек сіздің анау бір денеңізде, бір жерлерде, қан тамырларында, ақырындап май жиналды. Тағы басқа бір аурулардың басы битеп шығып келе жатыр. Сіз сезбей жүрсіз, ол біраз жылдардан шығуы мүмкін. Қазір сіз салауат айтып отырсаңыз, салауат айтып жүрген болсаңыз, сілекейіңізді жұтқан болсаңыз, бағана ауаны жұтқан болсаңыз, бойыңыздағы сіз сезбейтін, тіпті өміріңізден сезбей өтіп кететін бір ауруларды несеп отырасыз, емдеп отырасыз. Адамның бойынан энергия шығып тұрады. Оған дәлел Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан: егер сенің досың миск сатушы болса, оған зиярат етіп барғанда, ол не саған миск береді? Жаңағы жұпарды. Не? Бермеген жағдайда сен оның қасында отырып әңгімелесіп қайтатын сәтте жақсы жағымды испен қайтасың деді. Нені айтып отыр? Қазақта айтады ғой, сынықтан басқаның бәрі жұғады деген. Қасыңдағы адам, өтірікші болған болса, сен оның қасында жүре өтірік шығып кетесің. Жұқты ма? Жұқты. Демек адамның бойында бізге көрінбейтін бітеп толқындар шығып тұрады екен, энергия. Ол жаман не? Жақсы. Пайғамбарымыз оны хадисте айтып кеткен. Жақсы адамның қасында жүрсең, оның жақсылығы жұғады саған. Жаман адам не деп теңеді бұл хадисте? Ұстаға теңеген. Ол кір шоқпен жұмыс істейді. Қасына барсаң, бағанағы темірмен ұрып жатып, шоқ шығып кетіп күйдіреді. Міне. Жаман әдеті өтеді саған. Не киімің кір болып, немесе кір болмағаның өзінде жаман сасық иіспен қайтасың. Жұқты ма? Жұқты. Демек, адамның бойында жақсы энергия шығып тұрады. Солай ма? Солай. Салауат айтып жүрген болсаңыз, қараңыз. Салауат ол жақсы адамның қасында емес, сіз пайғамбарымызды айтып жүрсіз. Сізден не шығады? Сізден нұр шығады. Сол энергияңыз бағанағы шығып тұрған бізге көрінбейтін. Соның барлығы дұрысталады дейді, реттеледі. Құран оқыған пендеден, Құран оқып отырған пендеден шығатын энергия дұрысталады дейді. Ал жаман сөз, боғауыз сөз айтқан, өтірік айтқан адамның бойына шығып тұрған энергия бұзылады дейді. Зерттеген оны ғалымдар. Міне, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның есімін айтыңыз болды, бәрі жөнделіп кетеді.